12-16 қыркүйек аралығында Серке Қожамқұлов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында Жанат Хаджиев атындағы 4-ші халықаралық театрлар фестивалі өтеді. Фестиваль аясында Қазақстанның әр өңірінен және шет елдерден келген театр ұжымдары өздерінің ең үздік қойылымдарын сахналайды. Дәстүрлі театрлар фестивалі Ұлытау облысы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылуда. Ашылу салтанаты 12 қыркүйек күні сағат 18:00-де Серке театрында өтеді. Мақсат театр өнерін дамыту, шығармашылық байланыстарды нығайту және тәжірибе алмасу, театр әлеміндегі жаңа есімдерді анықтау. Шара Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Жезқазған театрының негізін қалаушылардың бірі, талантты режиссер Жанат Хаджиевтің есімін ұлықтауға арналған. Қазіргі таңда осы театрға қатысуға шет елдерден айтатын болсақ, Ресей Федерациясынан және Қырғызстан Республикасынан театрлар өтінім беріп қатысуға ниет білдіріп отыр. Және де өзіміздің Қазақстан Республикасынан 6 өңірден 6 театр қатысқалы отыр. Оның ішінде егер шығармалар бойынша алатын болсақ, ол әлемдік классикалық шығармалармен бірге біздің қазақ әдебиетінің классик шығармаларымен қатар заманауи драматургия бар. Мемлекетпен қаржыландырылатын бюджеттік мемлекеттік театрлармен қатар тәуелсіз жеке театрларда қатысады. Сондықтан да біздің басқа фестивальдердің өзгешелігімізді осында деп қабылдай аламыз. Және де әр спектакліміз деңгейін талқылау болады. Әр талқылауға біздің кез келген көрерменіміз көріп келіп қатысып көре алады. 4 күнге созылатын фестиваль аясында көрермен әртүрлі жанрдағы спектакльдерді тамашалай алады. Өнер бәйгесіне қазылық ететіндер қатарында елімізге танымал театр қайраткерлері бар. Айта кету керек, театр сүйер қауым қойылымдарды тегін тамашалай алады. Айдана Базарбайқызы, Гүлім Маратқызы, Бекжан Маратұлы, Ұлытау телеарнасы.